Маңғыстаудың енді мақамы өзгеше деп жатырмыз. Солай ма? Сен ба Тымат ағайды жылатып жүргендер? Вау! Карандаш беріп қояды, сол карандашпен смычокты бүйтіп отырамыз. Тек қана смычоксыз карандашпен. Өкінішке орай. Өкінішке қарай. Қазіргі таңда Маңғыстаудың өзіндік әуен саз ырғағы, иірімі бөлек. Біздің подкастымыз Тимурдан инфо деп аталады, және негізгі мақсаты Маңғыстаудың әлеуеті туралы, оның тұлғалары туралы, жалпы Маңғыстау тарихы, немесе оның өткен кеткен адамдар жөнінде болғандықтан біз осы таныстырудан бастағымыз келіп отыр. Бұл Жетібай поселкесі, оның ішінде ескі Жетібай деп аталады. Мен осы Жетібайда туып өскенмін. Осында 8-ші мектеп деп аталатын мектеп бар. Сода 9-шы сыныпты бітірдім. Одан кейін Өскенбай Қалманбетұлы атындағы музыкалық мектепте домбыра сыныбын бітіргем. Оркестрде прима инструментінде ойнағанмын. Бұл Жетібай өңірі 1961 жылы негізі қаланған. Әу баста геологтар, барлаушылар қоныстанған. Кейін әрине осы мұнай саласына қатысты әртүрлі саланың мамандары шоғырланып, қазіргі таңда 13 мыңнан астам тұрғын өмір сүріп жатыр. Жетібайдың енді әртүрлі тұлғалармен мақтанатындай жөні бар. Мәселен, Айгүл Қосанова секілді, Орын Құлсарип секілді, одан бөлек Мырзатай Болатов секілді атақты журналист ағаларымыз, апаларымыз, біздің алдыңғы буын тұлғалар осы өңірден шыққан. Сондықтан да ең алғашқы таныстырылым ретінде Жетібайдың негізгі келбетін өздеріңізге көрсеткіміз келіп отыр. Мынау менің артымда тұрған мәдениет үйі, алдымызда әкімшілік, одан кейін қазіргі таңда жастар орталығы ашылып, бір жұмыс істеп жатқан көрінеді. Енді осы Жетібай өңіріне келетін болсақ, қазіргі таңда бұл түлеген түбектің негізгі адамдары мен мамандары мұнай компанияларында жұмыс істегенімен, қазіргі таңда жаңа ғана жастармен кездесуден шықтық. Жастардың қазіргі таңда IT саласына, жаңа технологияға, жаңа мамандықтарға қызығушылығы өте жоғары екен. Әсіресе интерьер дизайн, немесе AR, VR, немесе блокчейн технологиясы секілді әртүрлі саладағы мамандықтарға қызығушылықтары артып, оның қыр-сырын білгісі келетіндері көрініп тұр. Сондықтан да осы Маңғыстаудың әлеуеті, ендігі адами капиталы қазіргі таңдағы 21-ші ғасырдағы, ол жасанды интеллект бола ма, ол компьютерлік технологиялар бола ма, ол интернет технологиялар бола ма, тың жаңа индустриямен өзін қайта түлетеді деген ойдамын. Мынау менің балалық шағымда талай шаң тоздырған жерім. Әлі есімде, осы орталық жақта өнер мектебі болды. Марқұм Орын Құлсарип ағамыз музыкадан, домбырадан сабақ берді. Оның ішінде оркестрден дирижерда болды. Осы ауылдан шығып, Қарақия ауданына әртүрлі оркестр жарыстарына, әртүрлі концерттерге баратынбыз. Бір күні свет өшіп қалып, жан-жақтан жамырап, нотаны қарай алмай, бірақ ең соңында екінші орын алып келген едік. Сондай бір қызықты балалық шаттық сәттер өткен жер. Мына жақта менің үйім орналасқан. Қазіргі таңда енді жаңа мектеп, оқушылар сабақтан келе жатыр. Оның ар жағында мешітіміз орналасқан. Жетібай деген осы. Мен қазір бұрынғы өзімнің оқыған мектебімнің орнында тұрмын. 8-ші мектепте 9-шы сыныпқа дейін оқыған едім. Кейін Ақтауда дарынды балаларға арналған мектеп-интернатқа түсіп кеттім. Мына жақта қазір ғимарат жоқ. Бұл жерде біздің бірінші ғимарат болды 8-ші мектептің. Мынау екінші ғимарат. Ал одан кейін менің арқамда тұрған қазіргі таңда оқушылардың шығармашылық сарайы жаңарған кейіппен тұр. Бұл біздің үшінші ғимарат болды. Осы жерде балалық шағым өтті. Одан кейін музыкалық мектепте жаңағы айтқанымдай дәріс алдым. Енді қазіргі таңда жаңа мектеп, жаңа орта қалыптасып жатыр. Енді осының барлығы жаңарған түлекке, жаңарған адамдардың капиталы аса қажет. Сол үшін жаңа технологияны, жаңа үрдісті, жаңа индустрияны бірігіп игеруге шақырамын. Подкастымызды тыңдаңыздар, лайк басып, пікір жазып, бөлісе отырыңыздар. Сондай-ақ әрдайым айтып жүріңіздер.
Ассалаумалейкум баршаға. Эфирде әдеттегідей Тимурдан инфо каналы және оны жүргізуші мен Тимур Бектұр. Маңғыстау мақамы деген сөз бар. Соны республикалық деңгейде насихаттап, қазіргі таңда ұстаз, шәкірт тәрбиелеп жүрген белгілі домбырашы, дәстүрлі әнші, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Айгүл Қосанова ханым бүгін біздің студиямызда. Жалпы Маңғыстаудың ән жыры, сосын қазақтың дәстүрлі өнері жөнінде әңгіме қозғайтын боламыз. Қош келдіңіз. Иә, қош көрдік, рахмет. Бүгінгі осылай сұхбатқа шақырғандарыңызға рахмет. Және Маңғыстаудың адамдары деген осындай айдарға мен сол Маңғыстаудың бір тумасы ретінде осы сіздерге келгеніме қуаныштымын. Өзім есімді білгелі ән айтатынымды білем. Сондықтан да әншілікке бару деген мен үшін андай бір қол жетпес арман емес, бір күн маған осылай соған алып келген жолым соған алып келді да. Өйткені мен музыка мектебінде оқыдым. Қай мектепте оқыдыңыз? Музыка мектебінде ма? Қалада ең бірінші мен негізі жалпы туған жерім Жетібай ауылы. Сол ауылда Орынқұл Сариф дейтін марқұм ағамыз, атамыз. Сол кісінің шәкіртімін. Мен де сол кісінің шәкіртімін ғой. Солай ма? Иә. Сіз қандай инструментте оқыдыңыз? Мен домбыра. Домбыра сосын оркестрде прима тарттым. Солай ма? Иә. Ой, тамаша. Мен ең алғашқы менің аспабым қобыз. Прима қобыз болатын. Өйткені ағай қай жылы екен ол 86 ма, 87 ма сол жылдары ағай музыка мектебін ашты. Жетібай поселкесінде. Сол ауылда жаппай класстастарымызбен, ауылдастарымызбен, мектептес, сыныптас, басқа параллель класстағы балалардың барлығы енді жаңалыққа құмар баламыз ғой ол кезде енді. Сөйтіп бәріміз мектепке бардық. Музыка мектебіне. Сол музыка мектебінде ең алғаш маған таңсық болған аспап ол қобыз болатын. Сондықтан біз бір класстан 4 қыз болып сол қобызға жазылдық. Бірақ енді музыка мектебінде келген мұғалімде ғана қобыз бар, енді бізде ауылдағы қыздарда қайдан қобыз? Қобыздан Жаңылсын дейтін апай берді. Қазіргі таңда ол кісі филармонияда жұмыс істейді. Қаланың, Ақтаудың. Ол негізі Атыраудың қызы. Сол кезде музыка мектебін ашқан кезде Орнағай Атыраудың музыка училищесін бітірген қыздардың барлығын бізге мұғалім қылып алып келді. Сөйтіп кейбір қыздар біздің енді тағдыр ғой, Маңғыстаудың жігіттеріне тұрмысқа шығып, солай Маңғыстауда қалып қойған қыздар. Сөйтіп қобызға ең бірінші рет барған кезде мұғалімнің ғана аспабында ойнаймыз. Өйткені әрбіреуіміздің басымызда домбыра сияқты аспап жоқ, қобыз аспабы. Біз домбыраның өзін әрең табатынбыз сол кезде. Сөйтіп бір 4 қыз барамыз сабаққа, мұғалімнің аспабын кезектесіп ойнаймыз, ал ол 3 қыз ойнап саған келгенше сенің уже жаңағы аспап ойнауға деген қызығушылығың да уже қашып кетеді да, пока сенің алдыңдағы 3 қыз ойнап болғанша. Содан бізге жаңағы смычокты ойнауды көрсетеді де, қолына ұстауды. Карандаш беріп қояды, сол карандашпен смычокты бүйтіп отырамыз, тек қана смычоксыз карандашпен, өйткені аспап жетпей жатыр ғой. Сөйтіп ол нәрсе маған шаршатып мені, ұнамады. Күтіп отыру деген маған өте дұрыс емес нәрсе болды. Содан мен домбыраға ауысып кеттім. Бітірдіңіз, домбыра класын? Домбыраны бітірдім. Домбырашы, күйші ретінде, енді күйші деп қатты айтпай ақ қояйын, домбырашы ретінде. Сөйтіп жүріп, мен ән айта бастадым. Оркестр болатын ол кезде, Орнағай үлкен оркестр. Орнағай жүрген жер оркестр. Сол оркестрдің сүйемелдеуімен ән айта бастадық. Сөйтіп ақырындап әнге келдім. Содан 88 жылы отбасымыздағы әкем үлкен аварияға түсті. Жағдайға байланысты біз Ақтау қаласына көшіп келдік сол жылы. Содан мен қаладағы 2-ші балалар музыка мектебін аяқтадым. Ауылдан бастадым.
сосын қалада аяқтадым. Ол кезде Рухия Батыршиева дейтін апайымыз қазіргі таңда да бар, Ақтауда балалар оқытады әлі күнге шейін. Сол кісінің классына бардым. Ол кісі күймен бірге ән айтатын. Содан мен домбырамен ақырындап ән айтатын болдым. Ол кісі маған әнші болуға бірден бір себепкер болған ұстаздың бірі. Сөйтіп Ізбасар ағамыз, марқұм Күрш ағамыз барлығының көзін көріп, сол кісілердің үнтаспасынан әндер шығарып, Маңғыстаудың әндерін айта бастадым. Күрштас Болат ағамыз, иә? Ол жылдары Алло, біз таланттарды іздейміз дейтін Қазақстан бүкіл республика бойынша сондай конкурс болатын. Есіңізде ме? Есімде. Сол конкурсқа Маңғыстаудың атынан бардым. Сөйтіп маған ең бірінші Құрманғазы оркестрінің залында тыңдалым болды. Қазақстанның түкпірінен келген балаларды тыңдап, әрбіреуіне жолдама берді. Оқу бітірген кезде сіз мына жаққа барасыз деп сөйтіп жолдама беретін. Сол жолдаманы маған Чымкенттің культ просветіне берді да. Ол кезде білмеймін, енді мен консерваторияға мені алмайды деп ойлаған болар. Бірақ консерваторияға ол кезде де музыкалық білімі бар, колледж бітірген балаларды ғана алатын. Енді ол ең жоғары білімді, музыкалық білімді оқу орны ғой. Сосын мен онда білмеймін, енді Алматыға бірінші рет келген кезім 88 жылы, 91 жылы мектеп бітіретін жылы. Сосын Рухия апайыма звондадым. Маған культ просвет дейма бір нәрсеге берді дедім. Ол Чымкентте екен дедім. Чымкентке де барып көрмегем ол кезде. Сосын апайым айтты, жоқ, сен культ просветке барма, не де болса консерваторияға бар деді. Сөйтіп консерваторияға барсам, консерваторияда бір 2-3 жыл бұрын халық әні кафедрасы ашылған екен. Ол жерге музыкалық колледж бітірмеген балаларды да, мектеп бітірген балаларды да қабылдайды екен. Сөйтіп мен сол консерваторияның халық әні кафедрасына 91 жылы оқуды бітірген жылы сол жаққа қабылдандым. Қызық. Оқуға барған кезде мен таза Маңғыстаудың әуендерімен ғана бардым. Таза Маңғыстаудың ән жырымен ғана. Өткен мен басқа жақтың әндерін білмейтінмін. Өткен енді ауылда тек қана өзіміздің ауылда әнді айтамыз. Ауылдың адамдары өзіміздің әнді тыңдайды, сұрайды деген сияқты. Сөйтіп оқуға түскен жылы, 91 жылы, марқұм ол кезде Тымат Мерғалиев дейтін декан болды. Қазір енді қайтып кетті, біраз жыл болды. Сол кісі оқуға экзамен тапсырған кезде жылады емтиханда. Сосын сентябрьде оқуға келдім, емтихан тапсырдым, оқуға түстім. Сентябрьде келсем, біздің консерваторияның ректоры мені іздепті. Кім? Бірінші курсқа оқуға түскен Қосанова деген Маңғыстаудан келген қызды маған алып келіңдер деп. Сөйтсек, жаңағы Тымат ағай айтқан ғой ректорға, осындай бір қыз келді, Маңғыстаудан келді деп. Енді ол кездері Маңғыстау деген жалпы Қазақстанның бір шалғай өлкесі ғой енді. Ол жақтан онша көп бала келе бермейді екен. Оның үстіне таза Маңғыстаудың әуенімен ән айту деген өте сирек болатын ол кезде. Сөйтіп ректор шақырып жатыр дейді. Ойбай, сентябрьде бардым, не болып кетті деп. Сөйтсем, ректор айтады, сен ба Тымат ағайды жылатып жүрген деп. Сөйтсе, не үшін жылатыпсыз? Тымат ағай кезінде, жастау кезінде ертеректе экспедиция деген болды ғой. Сол кезде Маңғыстауға өте көп барған екен. Ол кісіге менің айтқан әндерім құлағына өте жастық кезіндегі жылы, ностальгия болып жылы естілген ғой. И ол кісі қуанған, осы әндерді айтатын ұрпақтың бар екеніне, ары қарай жалғасатынына қуанған ғой. Өйткені өзінің қаншама жылғы еңбегі, соның барлығы жарыққа шығуына мүмкіндік болып жатыр. Балалар келіп жатыр. Ары қарай осы мектептің әні айтылатын болды деген ниетпен жылаған ғой. Ол бір андай бір жаман немен жыламаған, енді қуанғаннан жылаған. Сөйтіп консерваторияны бітірдім. Ол кезде енді Маңғыстаудың мектебі дейтін бөлек мектеп жоқ. Батыс Қазақстанның әншілік мектебі деп кіреді. Оған енді батыс өңірінің барлығының әні, соның ішінде мұхит
Мералыұлының әні, Ғарифолла Құрманғалиев атамыздың әндері, халық әндері және Маңғыстаудың әндері болып, біздер сол бір мектеп болып үйлесіп қалыптасып солай әндерін айта бастадық. Әбіш көкеміз қайтыс болған кезде оның досы, үзеңгілес, әрі бірге оқыған Мұхтар Мағауин деген кісі ақшта жатқан екен. Сол кезде Әбіш екеуміз деген бе, қателеспесем, естелік жазады. Сол естеліктің енді өте қызық естелік ол. Негізі көңіл айту естелігі. Бірақ сол студент кезінен екеуі қалай достасты, қалай жаңағы газетті бірге жамылып, жатақхананың да бір бөлмесін тұрақ қылды деген секілді. Соның ішінде көп тоқталатыны Әбіш көкеміз екеуі экспедицияда көп болған екен. Яғни ауыл елді аралап, бұрын соңды бармаған, аяқ баспаған елді мекенге дейін осындай жерде бір кісі бар. Ол жаңағы бір бұған дейін қаламға түспеген шығарма бар, туынды бар десе, соны барып тауып алып, іздеп барып сөйтеді екен. Сол жаңа сіз экспедиция дегенде есіме түсіп кетті. Жалпы сол кезде экспедиция деген идеология болған ғой. Осы жерден сұрақ. Неге қазір сондай экспедициялар жоқ? Экспедицияларға Мәдени экспедиция. Ол жоқ емес, бар, бірақ дәл бұрынғыдай соған көңіл бөлініп, болмаса мекемеден, жаңағындай оқу орындарынан міндеттелмейді. Сізге керек па? Сіз өзіңіз барып іздеп тауып алып келе аласыз. Және оны кітап қылып, диссертация қылып, жазып, қорғап шыға аласыз. Яғни өзіндік жұмыс ретінде қалдырған, бірақ университет атынан арнайы іс-сапарға шығару, жөнелту ондай жоқ, Өкінішке орай. Өкінішке қарай. Жалпы қазір экспедиция жасауға бір тұрарлық немесе соны ақтайтындай дейміз бе, бір шығармалар бар, елдің ішінде қалды деп ойлайсыз ба, әлде барлығы зерттеліп болды ма? Елдің ішінде барлық зерттеліп болды деуге болмайды. Өйткені қазіргі таңның өзінде де біздер әр өлкенің табылып жатқан жаңа әндерін біз айналымға қосудамыз, көріп жүрміз, естіп жүрміз. Мысалға, дәл осы тұста Маңғыстаудың жаңа әндерін айтып кетуге болады. Маңғыстаудың жаңа әндерін жарыққа шығарып жүрген қазіргі таңда Ақылбек Өтеушев деген біздің ініміз бар, бауырымыз. Осы Маңғыстаудың ән жырына деген жаңағындай үлкен бір еңбек сіңіріп жүрген ініміздің бірі. Қазіргі таңда осы жыр мақамдарының, ән мақамдарының, саздарының басқа мектептен ерекшелігін айқындап жүрген жастарымыздың бірі деп айтсақ болады. Және сол үшінде көп мағлұматтары жинап, соның барлығын салыстырмалы түрде бір-біріне келтіріп, сөзін, мақам сазын, мысалға кей кезде біздің мынандай жағдайлар болады да, әндердің композиторлары көп әндер, мысалға халық ән деген ол халықтың әні емес қой, негізінде біреудің әні, бірақ белгісіз авторы ұмытылған. Себептермен авторы ұмытылып кетеді. Мысалға, мынандай жағдай ғой, сіз бен екеуміз отырып, мен ән айтам да, сіз құймағұлақтықпен оны қабылдап аласыз да, бірақ белгісіз бір себептермен сіз мені ұмытып кетесіз да, өзіңіздің атыңыздан болып есептеліп қалады да, ол менің әнім сіздікі болып қалуы мүмкін. Болмаса, сіз мені ұмытып қаласыз да, автор ретінде сіз осыны халық әні деп теліп кетесіз да, ол халық әніне телініп кетеді. Сөйткен халық әндері өте көп. Бірақ қазіргі таңда солардың авторлар табылып жатқан әндер бар. Мысалға, ол авторлар қалай табылады? Сол автордың бір әнінің формасы, әуені, иірімі, қағысы келуі мүмкін де, сондықтан сол ән ана автордікі болуы мүмкін деген әндер мысалға бар. Бір ән шығарған автор жалғыз бір әнмен шектеліп қалмайды ғой енді. Әрине. Ол заңдылық нәрсе, бір ән шығарған адам 10 ән шығара алады, мысалға. Әрине. Біздің кезімізде мен мысалға ең бірінші болып сол
91-96 жылдары оқыдым қазақ консерватория. Сол жылдары мен Маңғыстаудың Жеті қайқысы деген әншілерді бірінші рет апардым. Жаңағы айтқан марқұм Ізбасар ағамыздың көзін көрдім, әнін естідім, бірге жүрдім. Бірге жүргенде сахнада бірге о кісілермен бірге ән айту бақытына бақытты бұйырды деп айта аламын. Күріш ағамыздың мысалға көзінің тірісінде бірге сахналасып бола алдым. Және сол кісілерден алған, үйренген әндерімді консерваторияға алып келіп емтиханда орындау және оны арғарай әннің арғарай дамуы, ол сіз егер жақсы бір әнді жақсы орындасаңыз, сіздің ортаңыз сол әнді арғарай алып кетеді, және ол солай тарайды ғой, ол заңдылық нәрсе да. Сөйтіп Маңғыстаудың Жеті қайқысының әндері бізбен бірге келді. Халық әніне орны жаңағындай айналымға енді. Енді қазір сол Жеті қайқының әндері кезінде бірақ әндерімен танылған болса, қазір әрбір автордың 2-3 әндері табылып жатыр. Оның өзі үлкен жұмыс деп айтуға болады. Оның өзі жаңағы айтқан біздің Ақылбектің, Сұлтанбектің жұмыстары, ел ішіндегі орындаушылардың ізденістерінің арқасында келіп жатқан, қосылып жатқан әндер бар. Және осы тұрғыда қазір Маңғыстаудың әндерін насихаттауда жыл емес 2 жыл сайын Қайқылардан қалған саз деген республикалық ән байқауы болады. Бұл ән байқауда негізгі міндет Жеті қайқының әндері насихаттау және оларды жыл сайын жаңа әнмен қосып отыру. Бұл жерде басқа мектептің, яғни біздер басқа мектеп дегенімізге сізге түсінікті болу үшін жалпы қазақтың ән мектебі 5 мектепке бөлінеміз. Енді бұл бөлінген кезде географиялық Сыр, Арқаныкі, Жетісу, Арқа, Сыр, Жетісу, Батыс, енді сосын Алтай, Тарбағатай деп 5-ші мектеп қылып қосып жүрміз қазіргі таңда. Енді осының ішіндегі Батыс мектебіне географиялық жағынан біз енді Батыс мектебіне кіреміз де, бірақ өзіндік қазіргі таңда Маңғыстаудың өзіндік әуен саз ырғағы, иірімі бөлек, біздің қағысымыз да бөлек, әуеніміз де бөлек. Бұл енді әлі мектеп деп қалыптастыруға бір әлі кішкене неміз жетпей жатқан болады. Енді ауызекі тілде мектеп деп айтамыз ғой. Мектеп деп айтамыз, академиялық тұрғыда олай айту қиындау, әлі айта алмаймыз, өйткені ол мектептің қатарына қосылу үшін көп насихатталу керек шығар әлі де болса. Бірақ енді Аллаға шүкір, қазіргі таңда Маңғыстау мектебінен Маңғыстаудан келіп атқан, оқып атқан балалар көп. Жыл сайын санымыз артпаса кеміп атқан жоқпыз. Және сол балалардың барлығы оқу бітіргеннен кейін ауылға барып, өздері шәкірт тәрбиелеп, бізге қазіргі таңда немере, шөбере шәкірттер келіп жатыр. Сондықтан бұл да болса бір еңбектің арқасы шығар деп ойлаймын енді. Бізден кейін, менен кейін Елдос келді, Еміл. Ол да Маңғыстаудың жыр мақамдарын алып келді, жыр саздарды алып келді, және ол жаңалық болып келді деген сияқты ғой. Сөйтіп балалардың саны көбейіп, қазір енді бір кәдімгідей қауым ел болдық. Маңғыстаудың әнін, жырын жырлайтын шәкірттеріміз қазір шәкірт жіберіп, сондай бір жалғасын тауып келе жатыр. Осы жерде енді жаңағы мектеп болып енді қалыптасып келе жатыр деп айтып қалдыңыз. Жалпы осы дәстүрлі ән жырды бір зерттейтін академия ма, орталық па, сондай бар ма, институт па? Яғни орындаушылық мақсатта емес, кәдімгі академиялық бір қоғам ретінде ма? Қағазға түсіру, зерттеу, салыстыру. Оны енді бір белгілі бір жаңағындай оқу орны, я болмаса белгілі бір мекеме ондай қатып қалған жоқ. Өйткені мысалға сіз Маңғыстаудың адамысыз ба? Сіз Маңғыстаудың ән жырын жақсы білсеңіз, сіз зерттеп өзіңіз үлесіңізді қоса бересіз мысалға. Бірақ қазіргі таңда спорный дейді ғой, жаңағы халық әндеріне байланысты ондай әндер бар, бірақ біз соның әлі бір жағына шыға алмай жатырмыз. Осы жерде бір сұрақ қоя кеткім келіп отыр. Егер
әр басқа мысалға сырдың немесе жетісудың немесе арқаның дәстүрлі орындаушысы Маңғыстаудың ән жырын өзінің мақамына салып айтса, ол бұзған болып санала ма? Жоқ, бұзған болып саналмайды. Өйткені жалпы бәріміз бір қазақ емеспіз ба? Бәріміз бір қазақпыз, бір қазақтың әнін айтып жүрміз. Тіліміз бір, енді тек әуеніміз бөлек. Өйткені жалпы мен қазақ халқы жалпы өнерге өте бай халықтың бірі ғой. Енді бір қазақ болып тұрып, бірнеше мектепке бөлініп, бірнеше әуенде, бірнеше сазда айтудың өзі ол біздің байлығымыз деп есептеймін. Қазақ даласы ән салып тұрғандай көрінеді. Жалпы, күллі қазақ даласы ән салып тұрғандай дейтін. Шындығында да солай, негізінде. Енді мынандай мәселе бар. Сіз арқаның баласысыз, бірақ батыстың әнін айтасыз. Сіз арқаның қағысымен айта аласыз. Ол жерде ештеңе де өзгермейді. Осы тұрғыда біздің ұстазымыз Ғарифолла Құрманғалиев атамыз қаншама арқаның әндерін батыстың қағысымен айтқан. Және де бір қызығы ерекше шығатын болар, ол ерекше шығат біріншіден, екіншіден бұл жерде әншінің мүмкіндігін ары қарай тағы да ашу, оны жетілдіру деген мәселе ғой. Сол сияқты арқаның әншілері де батыстың әндерін арқаша айтады. Дәл солай, мысалға біздің қазіргі таңдағы Қайрат Байбосынов ағамыз, ол біздің қазір ұстаздардың ұстазы, сал серлердің соңы дейміз қазіргі таңда, сол ағай, мысалға Қайрат аға мұхиттың айнам көзін, паң көйлегін арқаның қағысымен тамаша зәурешін қалай шырқайды, тамаша шырқалады. Көз алдымда жан қалқам, мөлдіреген жанарым, арқаның айлы түнінде. Дәл сол сияқты жаңа Ғарифолла Құрманғалиев атамыздың орындауында Қанапияның әні Қанапия деген бар. Сол ән ешкім оны арқаның әні деп ойламай қалады. Біріншіден. Өйткені ол батысқа әбден жатып сіңіп кеткен әндердің бірі. Өйткені Ғарекең ол әнді өзінің шеберлігімен орындап, кәдімгідей өзінің орнына қойып қойғанда. Сондықтан кейбір білмейтін, мысалға, әннен хабары жоқ адамдар болса, ол әнді батыстың әні деп есептеп қалуы мүмкін. Ал шындығында ол Қанапия арқаның әншісі. Арқаның әні. Оны Ғарекең шеберлікпен орындағаннан кейін дәл сондай қалпында бізге жетті. Қызық. Осы дәстүрлі ән жыр дейміз бе, термелер дейміз бе, экспериментке көне ме? Қандай тұрғыда? Рокқа салуға ма, әлде қандай? Қандай болса да. Жалпы дәстүрлі әнді түп нұсқасын бұзбай, яғни әуенін бұзбай салатын болсаңыз, олай насихаттауға болады деп ойлаймын өзім. Өйткені айнам көзді, мысалға айнам көз деген мұхиттың әнін тек қана домбырамен шырқайтын болсақ, оны әнді жақсы көретін сіз болмаса тағы бір 2-3 адам ғана жақсы қабылдауы мүмкін. Өзінің шектеулі аудиториясы дейсіз ғой. Оны қабылдауы мүмкін. Ал қалың жастар қазіргі таңдағы, олар оны домбыраның сүйемелімен жақсы қабылдамауы мүмкін. Бірақ эстрадаға салып, болмаса басқа аспаптар қосып оны айтатын болса, оның деңгейі басқаша болуы әбден мүмкін. Сондықтан ең бастысы әннің әуенін бұзбай айту керек та. Сол кезде ән сақталса, ол өміршең болады деген сөз ғой. Ол рокқа енді салуға келе қоймас кейбір біздің әндеріміз. Ол бірақ енді оркестрдің сүйемелдеуімен, ансамбльдің сүйемелдеуімен, басқа да қазіргі таңда көп насихатталып жатқан жетіген аспабының, сыбызғы, сазсырнай, көп аспаптарымыз бар ғой қазір фольклорлық. Сол аспаптардың сүйемелімен шығаратын болсақ, оның ешқандай әбестігі жоқ деп ойлаймын. Ал мынау әртүрлі дәстүрлі ән жыр мектебінің, яғни өңірлер бойынша, оларды өзара салыстыратын болсақ, қандай айырмашылықтары бар?
айырмашылық біріншіден әуенінде, Мгм. сосын домбыра сүйемелінде, Мгм. және диапазонында, әннің диапазонында. Қай өңірдің диапазоны кеңірек? Біріншіден арқаның әндерінің диапазоны үлкен, және батыс Қазақстанның диапазоны үлкен. Өйткені Мұхит бабамыздың әндерінің барлығын алып қарайтын болсақ, жалпы домбырада 21 перне болатын болса, Мұхит бабамыздың әндері сол 21 пернені қамтиды. Түгел басып Түгел шығады. қамтиды. Яғни басында ля болса, соңғысы ре болса, лядан реге дейінгі дыбыстың барлығын қамтиды. Ол Мұхиттың айнам көзі, ол Мұхиттың паңгөйлегі, бұл әндер яғни өте биік, үлкен диапазонды және биік дауысты қажет ететін әндер. Қазіргі таңда мысалға Жетекең бар, Жеткізген Сейітов. Сол секілді қандай біздің алдымыздағы үлкен аға апаларымыз бар айта кететін? Ән жыр насихаттап жүрген, жалпы көпшіліктің алдында жүрген дейміз бе? Енді бір дәстүрлі ән жырда жаңа қадам басып жатқан жастар өзіне бір үлгі тұтып қарау үшін, көру үшін, мақамын алу үшін, үйрену үшін. Енді ел іші, өнер кеніші дейді ғой. Елде талантты адамдар көп негізінде. Бірақ шындығында Жеткізген аға да бұл өнерді басыбайлы оқымаған адам. Бірақ өнерге деген махаббатының арқасында Маңғыстаудың жыр мақамдарын, әуендерін, әндерін бір адамша жеткізген, сақтап қалған және осы уақытқа дейін айтып жеткізіп келе жатқан кісілердің бірі. Сондықтан ол кісілерге үлкен рахмет айтамыз. Қазіргі өзіміздің атымыздан, өзіміздің кейінгі буынның атынан сол сияқты Ізбасар ағаға, марқұм Күріш ағаға да үлкен рахмет айтамыз. Ол кісілер ешқандай өнер жолындағы профессионалды тұрғыда өнер адамдары емес. Бірақ бола тұра Маңғыстаудың ән жырларын бірден бір сақтап қалған кісілердің бірі. Және бізге жеткізген. Қазіргі таңда өзіңіз айтпақшы, енді елде Жеткізген ағамыз бар, Рухи апайымыз бар, әндерін айтып жүрген, Роза апайымыз бар, күйлерін шертіп жүрген Маңғыстаудың. Шүкір, қазіргі таңда Маңғыстаудың ән жыры бір адамдай насихатталып жатыр деп айта аламын. Өйткені Маңғыстаудың күйлерінен де байқау бар, Маңғыстаудың әндерінен де байқау бар. Бұл уақытқа да жеттік. Мысалға, оны сонау жылдары ешкім даже армандамаған да шығар, даже ойламаған да шығар, дәл осындай тұрғыда бір өңірдің ән күйін насихаттау арқылы байқау жариялап, сол байқауларда басқа өңірдің балалары келіп Маңғыстаудың әндерін жаттап байқауға қатысады деген. Дәл осындай байқау 2 жыл бұрын жаңағы айтып өткен Қайқылардан қалған саз деген байқауда 2 жыл бұрын бас жүлдені Талдықорғанның Зағип жігітті орындаушысы алып кетті. Бас жүлдені. Ол Талдықорған Жетісудың Жетісу өңірі ғой. Жетісу мектебінің өкілі бола тұра Маңғыстаудың әндерін қалай орындап, қалай орындайды деген кезде қазіргі таңда біз мынау Қайқылардан қалған саз деген конкурстың ең жақсы жағы дейміз ба, енді жаңа мектеп болғаннан кейін ба, біз конкурсанттарға әнімен, сөзімен барлығын дайындап береміз. Олар сол бойынша дайындалады. Бұл үлкен көмек қой енді. Әрине. Олар іздеп ютубтан, жаңағындай басқа бір жақтан әлеуметтік желіден іздеп жатпайды, конкурсқа қатысып насихаттау үшін сондай барлығын дайындап беріледі. Міне сөзі, міне әуені қарап жаттап дайындалыңыз да, келіп конкурсқа қатысыңыз да, әнді насихаттаңыз, болды. Ал енді жаңа ғана осы әлеуметтік желі YouTube туралы айтып қалдыңыз. Осы кезде бір сұрақ қоймасам болмайын деп тұр. Ол жалпы осы қазіргі технологияның, соның ішінде әлеуметтік желінің YouTube бар, TikTok бар, Instagram бар. Енді мен осы жағын айтпай қойын. Сосын қазіргі эстрадалық дейміз бе,
поп культураның ән жырын айтпай ақ қояйын, плюс жағынан, яғни дұрыс, жақсы, пайдалы жағынан алып қарайтын болсақ, қалай әсер етіп жатыр? Дәстүрлі ән жырды таратуда, насихаттауда, көпшілікке жеткізуде жалпы әсер етіп жатқанын байқайсыз ба? Әлеуметтік желінің ба? Иә, бәлкім студенттеріңізден бола ма? Енді әлеуметтік желіде, соның ішінде тиктокта өте көп отырады екен деп естимін. Әншілер тікелей эфирде мен өзім отырып көрген емеспін. Және де оның жаңағындай тәртібінде аса біле бермеймін. Естуім бойынша әншілер тікелей эфирға шығып ән айтып, жұрттар оған жаңа комментарий жазып, еще тағы бір нәрселер береді ме, бір нәрселер бар екен. Стрим ба, мен енді оларды аса жақсы біле бермеймін. Бірақ дәл тиктокта менің айналамдағы қазіргі таңда ұстаздық қызмет атқарып жүрген бірде бір әнші отырмайды. Отыру керек деп ойламайсыз ба? Білмеймін енді. Отыру керек па, керек емес па, енді оны әркім өзі шешеді ғой шындығында. Негізі осы жерде бір қызық мәселе бар. Өте қызық мәселе. Әрине енді біз жаңағы технология маманы болғасын, оны қолдаймыз, әлеуметтік желіні. Бірақ көптеген адамдармен сөйлескен кезде негізі насихат саласына барлығы өзінің қыжылын айтып қалады насихатқа келгенде. Тек дәстүрлі ән жыр емес. Мысалы, мен жалпы бір кез келген тақырыпты талқылай берген жақсы көрем. Мысалға, филологияны жақсы көрем, геологияны жақсы көрем. Атырауда жұмыс істеп жүрген кезде 5 жыл мұнай газ саласында болғам. Маған үш қайнаса сорпасы қосылмайды. Бірақ сол кез келген саланың мамандарымен сөйлескенде барлығы насихатқа келіп тіреледі түбінде. Өйткені ол насихат деген ол ізбасарлардың көптігі, ол үкіметтің немесе қандай да бір институттың назары, яғни насихаты көп болса, назар көп түседі. Назар көп болса, бюджет көп болады. Мәселесін көбірек айта аласыз. Бюджет көп болса, кеңейе аласыз деген секілді. Ол ар жағы енді дамуға келеді. Енді мен ұсынатыным әлеуметтік желі ғой. Неге әлеуметтік желіге шықпайсыздар десем, кейбір ғалымдар, зерттеушілер, ол тіл саласында болсын, филологияда, әдебиетте, тарихта болсын, педагогикада, медицинада, мына академиялық таза саладағы үлкен кісілер, профессорлар әлеуметтік желіге шығып, сөйтіп насихаттап, сол жерде отыратын адамдарды пиарщик деп қабылдап, жоқ, сол тіпті өзінің арасынан шықса да, яғни мүйіздейді екен да, қазіргі тілмен айтқанда буллинг жасайды екен. Ой, сен пиарщик болып кеттің ғой деп. Көпшілігі содан қорқады екен. Енді мен айтам, сіздің арманыңыз оны насихаттау болса, халыққа көбірек жеткізу болса, онда неліктен миллион адам отырған платформаға шығып насихаттамасқа деген. Қараңызшы, Қазақстанда 20 миллион халық бар деп айтылады. Ресми түрде. Соның сенесіз бе? 14 миллионы Инстаграмда отырады. We are social деп аталатын бір институт бар, жыл сайын өзінің статистикасын жариялайды. Соның ішінде бір қателеспесем 12 миллиондай тиктокта отырады екен. Әрине, бір адамда 3 телефон бар, бір адам компьютеріне, мысалға мен 2 компьютерім, 2 планшетім, 2 соткам бар. Яғни мен 6 жерде де отыра берем, яғни жұмыс істеп отырсам мына жақта. Әрине, ол 12 миллион деген әркімнің жаңағы құрылғысына байланысты. Бірақ 20 миллион халық үшін ондай 60-70% аудитория отыру деген өте үлкен көрсеткіш. Енді сізге челлендж. Бәлкім айына, бәлкім 90-ына, бәлкім жылына бір рет өзіңіздің мастер-классыңызды неге өткізбеске осындай әлеуметтік желілерде? Енді ол өте дұрыс нәрсе шығар. Енді сіз IT маман ретінде енді айттыңыз ғой, мен қолдаймын әлеуметтік желіні деп. Әлеуметтік желінің кей кезде бір дұрыс емес жағы да бар шығар деп ойлаймын мен. Кейбір информациялар бұрмаланып беріледі, мысалға.
кейбір адамдар болмағанды болды қылып жазады мысалға. Енді ол тиктокқа байланысты шығарып жатады. Мынау бүйтіп қойыпты, өлмеген адамды өлтіріп тастайды, болмаған нәрсені болдырып тастайды деген сияқты. Сондықтан кей кезде біз енді оны қашқақтайсыз, иә, біз одан қашқақтаймыз, өйткені енді қалай деп айтсаңыз болады, шындығында енді біз жаңа өзіңіз айтпақшы академиялық тұрғыда сабақ беретін болғаннан кейін, шәкірт тәрбиелеп осы жолға бағыттап отқаннан кейін біз артық тиктокқа шығып, я болмаса әлеуметтік желінің жұлдызы болып жүретін уақыт бола бермейді дейсіз ғой. Ол нәрсе кішкене біздің, оның ішінде мынау дәстүрлі енді эстрада әншілері мүмкін көбірек пайдаланатын шығар бұл нәрселерді, оған оңай қарайтын шығар. Ал біздің дәстүрлі өнерді насихаттап жүрген әншілер онша оған мойынсына қоймайды кей кезде. Бір өкінішті, мүмкін өкініштісі де сол жағынан біздің әндеріміз мүмкін жаңағындай жете алмай жатқан болар. Маңғыстаудың енді мақамы өзгеше деп жатырмыз. Қазір жаңа ән жырлар пайда болып жатыр деп жатырмыз. Жастар қаншалықты көп келіп жатыр? Өңірден осы Астанаға, Алматыға, қазір Шабытқа да көп деген жастар келіп жатыр деп естимін. Енді салыстырмалы түрде айтатын болсақ, қазіргі таңда балдардың ән жырға келіп жатқан балдардың саны артық. Яғни көбірек. Бұрын біздің кезімізде біз 12 бала оқуға түсіп, соның 5-ақ бітіріп шығатынбыз, мысалға, да? Орта жолдан бәрі оқудан шығып кетеді, тағы бір жағдай болады деген сияқты. Қазіргі таңда 25 бала оқуға түссе, 25-і бітіріп шығады. Бәрекелді. Бұл деген өте жақсы көрсеткіш қой. Әрине, өте жақсы. Ол қазіргі таңда сосын мынандай ұстаным бар. Әр мектептен келген балалардан міндетті түрде қабылдау деген нәрсе бар. Мысалға, енді әрине жақсы болса, жүйрік болып тұрса, мысалға бір жылдары болды, біздің Батыс Қазақстанға 20 баланың 10 баласы, даже 15 баласы Батыс Қазақстанның әншілік мектебіне келген. Ол деген өте көп бір курс үшін, мысалға. Сол сияқты қазіргі таңда Маңғыстаудың балалары жаман емес келе жатыр. Жылына 2 бала, 3 бала бір оқу орнына түссе, соның өзі жақсы көрсеткіш. Өте бір қызық, байыпты, тарихи мазмұны бар әңгіме болды деген ойдамын. Жаңағы тәрбиелеп жатқан шәкірттеріңіз, Маңғыстаудың өнерлі жастары бұл дәстүрлі ән жырдың болашағын дамыта берсін деген жақсы позитив көңіл күймен аяқтайық. Сіздің шығармашылығыңызға, өнеріңізге сәттілік тілеймін. Рахмет. Амандықта жүздескенше. Аман болыңыздар. Әрине, қазақтың ән жыры, дәстүрі, тарихы, мәдениеті жөнінде әңгіме айтқан кезде оны белгілі бір сағатқа сыйғызу мүмкін емес. Сондықтан да уақыттың еншісіне салып қысқартуға тура келді. Дегенмен шамамыз келгенше қазір дәстүрлі ән жырдың жағдайы қалай, қандай өзгерістер болып жатыр, жалпы онлайн насихаттаудағы мәселелері, жалпы насихаттағы мәселелері жөнінде әңгіме айтуға тырыстық. Егер қандай да бір сұрақ қамтылмай қалды десеңіздер, онда комментарийге жазыңыздар. Әдеттегідей біздің каналымызға жазылып, көпшілікке тарата отырыңыздар. Қазақтың ән жыры, мәдениеті үзілмесін. Баршаңызға сәттілік.